кәсіп істесең де мен ақша табам деген оймен емес, елге қызмет көрсетем, халықтың көңілінен шығатын бірдеңе жасайын десең, сенің жолың ашылады. Өйткені Абай айтады ғой, Құдай сені сүйеді, хақты адамды сүйген, мені сүйгенді бұда сүйіп отыр деп. Дек біз адам баласын жақсы көріп, адамға қызмет істейік деп, осы ниетпен жұмыс бастасақ, Құдай да бізді қолдайды. Мынау менің жаратқан адамдарым үшін жұмыс істей келіп отыр ғой. Деген үлкен теория бар. Демек, ақшалы болудың сырларының бірі ол адамның сол ниетіне байланысты, және оның еңбегіне, жақсы көруіне байланысты. Пайда табам деп істеген адам, оның түпкі ар жағында пайда табам деп тұрады да, сол пайда табу үшін ол оның сапасын төмендетеді. Сапасын төмендету деген не? Ол бағанағы, мысалы бір дәмді тамақ істеу үшін, ол оның пайда табу үшін оның етін азайтады ішіндегі. Дәмді дүниелерін азайтып, сапасы дүниелерді көбейтеді. Қарапайым мысалы. Ал оны тұтынушы да біледі. Мұнаның тамағы бұрын дәмдеді, соңғы уақытта сұйықтап кетті дейді, оған бармайтын болады. Сөйтіп ол өзінің клиенттерінен айырылып қалады. Сөйтіп ақша келмей қалады оған. Толықтай кетсем, себебі ақша адамнан келеді. Демек, адамның көңілін табу. Адамның көңілін табу керек. Соның жолын ашу керек. Кез келген дүние ғарыштан бастап, анау жұлдыздардан бастап, мына өсіп тұрған гүлге дейін барлығы заңдылықпен өмір сүреді. Заңдылықсыз дүние жоқ. Дүниені құрап тұрған заңдылықтар. Бизнестің де заңдылығы бар. Сен жаңағы адал ниет, дұрыс жоспар, табан ет, маңдай термен істедің бе? Болды. Ары қарай ақшаның келуі ол өзінің жұмысы. Ақша өзі ақ келеді саған. Көрдіңіз бе?